Достар, бүгін мен сіздерге өзімнің алғашқы қызым туралы айтатын боламын. Иә, ол дейтін баяғыда оқушы болған кезде мектепте болған оқиға. Ол кезде достар, мен білмеймін шынымен де қай сыныпта оқығанымды, шамамен бір 5-6 сыныптар. Жақсы, ол қатты маңызды емес. Маңыздысы қандай қыз және кім қыз деп сұрап отырған боларсыздар. Аса көп ойланып керегі жоқ. Сол өзінің оқыған сыныбымдағы қызбен жүрдім. Егер де әрине жүрдім деп айтуға болса. В общем, ол кезде біз әрине баламыз. Не жасап отырғанымызды өзіміз де білмейміз. Бәріңіз де білетін шығарсыздар, мектепте оқушылар бір-бірін шиперит еткенді ұнатады. Шиперит дегеніміз яғни оқушылардың бір-бірін қосуды айтады. Білмеймін не екенін, бірақ мен класстастарым ылғи мені бір қызбен қосатын болды. Достар маған ылғи айтатын: жүріп алсайшы мына қызбен деген сияқты. Мен де көп ойланбай, неге жүріп алмасқа деп сол қызға сөз берген болатынмын. Әрине сөз берген кезде түрім кәдімгідей қара бет болды ғой. В общем, қыз көп ойланам деді. Балдар маған айтқан болатын: қыздар сөз бергеннен кейін сразу қабылдамайды деп. Оған уақыт керек деп. Мен тұрдым да, окей, жақсы, күте тұрайын. Келесі күні қыздан я деген жауап келді. Достардың реакциясы мынандай болды: Oh my. В общем, біз жүре бастадық. Мектептен шыққанда мен оны үйіне дейін апарып тастайтын болдым. Бір күні мектептен шығып бара жатқанда Әлшер деген досым маған айтатын: неге сен қызыңды бірден алып бермейсің деп. Ал мен болсам ол кезде бомжмын. Негізі қазір де бомжмын. Короче, қалтамда дым тиын жоқ болды ғой. Бірақ Әлшер деген досым тиын беріп мені құтқарып қалды ғой. Әлшерге мың алғыс. Мен сол тиындарды алып қызыма мороженое алып берген болатынмын. Үйіне дейін әңгіме айтып шығарып саламын. Бірақ достар, бұл қарым-қатынастар ұзаққа дейін бармайды. Шамамен бір 2 аптадан кейін біздің қарым-қатынасымыз өз аяғына жетеді. Бала болғасын, қызға деген қызығушылық аса болмағасын ба, немесе мен әлі дайын болмағасын ба, немесе қызда да тоже дайын болмағасын ба, біз қарым-қатынасымызды қоя тұруды шешеміз. Одан кейін қосылмаймыз да. Өйткені шын мәнінде біз бір-бірімізді ондай қатты ұнатпаймыз екен. Ал достар, енді сіздердің кезектеріңіз, сіздер енді өздеріңіздің қарым-қатынастарын жазыңыздар. Қыздар болсаңыздар, балдармен жүргендерін жазыңыздар. Балдар болсаңыз, қызбен жүргендерін жазыңыздар. Ал гей лесбиянка болсаңыздар, онда не етіп кеттім ше. В общем, комментарийға жазамыз. Ең қызығын прикрепить етіп қоямын. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.